Ассалауму алейкум достар, сіздермен бірге мен Столик Газет және де бүгін біз қалай лекция, андай онлайн сабақтарды қалай тез жазып жіберу керектігін үйрететін боламыз. Ең бірінші бізге Google-ға кіреміз. Google-ға кірген бізде қазір Кубай деген осындай Google-ға жазамыз, сосын бірінші сайтқа кіреміз. Егер сендер олай тауып жазғыларың келмесе, онша ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Короче, осындай бізде текст ашылады да. Енді бізге жазатын текст керек. Мысалы, оны мынаяқтан копировать етіп алайық. Өздеріңізге керек. Мысалы, бұл тіпті қазақша әріптерді де қабылдайды. Копировать етіп аламыз. Сосын осы текстке қоямыз. Ставить етеміз. Все. Енді бізде осы тексттерді перевести в рукопись дегенді басамыз. Достар, қолмен жазылған қосады. Енді бүйтіп аламыз да. Сохранить картинку деп аламыз. Енді бұны галереямызға сақтаймыз. Сақталғаннан кейін бізге одан кейін осындай программа керек. Бұл программаның атын және Android-қа, сосын iOS-ға, яғни iPhone-ға қалай скачать ететін. Короче, ссылкасын қалдырып кетемін, описанияға кіріп скачать етіп алсаңдар болады. Короче, осы программаға кіреміз. Осы программа арқылы қазір сіздерге көрсетемін. PictArt деген программа ғой. Ортасындағы плюсикті басамыз. Сол кезде енді бізге жазатын парақ керек болады. Қазір сіздерге көрсетемін. Бізге парақ керек болады. Мысалы, мына парақты ала салайын. Есеп көзді. Жазу бізге де алсаңыздар болады. Сосын бізге осылай ашылады ғой. Енді бізге добавить фото дегенді басамыз. Сурет қоюымыз керек. Жаңағы фотомызды қоямыз да, добавить дегенді басамыз. Аға кетіп қалды. Добавить дегенді басамыз. Кішкене загрузка жүреді. Және бізде ашылады. Бүйтіп оны үлкейтіп, кішірейтіп өздеріңізге ыңғайлы қылып аласыздар. Одан кейін бүйтіп осылайынан істейсіздер. Өздеріңізге келтіріп аласыздар. Одан кейін смешать дегенді басамыз. Одан кейін усиление дегенді басамыз. Хоппа, көрдіңіздер ме? Артындағы жоқ болып кетті. Енді осыны әдемілеп келтіріп аламыз өзімізге ыңғайлы қылып. Сосын бүйтіп астына қарай түсіруімізге болады. Әр клеткаға келтіретін қылып. Күш шықты да. Енді применить дегенді басамыз. Сосын далее басамыз. Одан кейін сохранить басамыз. Загрузить фото дегенді басамыз. Готово. Все, достар, бізде сохранить етілді. Сіздерге көрсетіп жіберейін қандай фото шыққанын. Мінекей. Тым айырмашылығы жоқ та. И то почеркісі де әдемі. Мысалы, мен қазақша жазған бәрін көрсетіп жіберейін. Көрдіңіздер ме? Қазақша бәрін қабылдайды. Мынау негізі мына текст, міне. Көрдіңіздер ме? Эссе жазуға берді, бақыт туралы міне жаздым. Сосын мына бүйтіп жібере саласың. Күшті де, осындай керек нәрсе. Өздеріңіз қолдансаңыздар болады. Мен осылай үйреніп, тез онлайн сабақта сабақтарыңызды тез бітіріп алуыңызға болады. Онлайн сабақта нағыз керек нәрсе. Егер осы видео арқылы мен сендерге көмектестім деген ойдамын, енді көмектессем, лайк басып кет, комментарийға жазып кет, көмектестім ба. Бұл егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып кетіңдер, ответ қайтарам, бәрін оқимын ғой.